жүреді, соғатын ауыр жүрегім. Кім енді мені жеткізеді деп армандарыма үмітте баяғы таусылуға да таяды. Бақыттан күдер үзіп жүргенде таптым ау сені, жүрегімнің емі. Өзіңсіз мүлде жаралы жан еді. Таптым ау сені, жүрегімнің емі. Өзіңсіз мүлде жаралы жан еді. Жылуын сезбей күніңде бозарып толып жүрдім мен. Сағыну деген күйді де мүлдем ұмытқанымда, жеңіліп санамнан, жай таба алмай ғаламнан. Бәрінен күдер үзіп жүргенде таптым ау сені, жүрегімнің емі. Өзіңсіз мүлде жаралы жан едім. Таптым ау сені, жүрегімнің емі. Өзіңсіз мүлде жаралы жан едім. Бақыттан күдер үзіп жүргенде таптым ау сені, жүрегімнің емі. Өзіңсіз мүлде жаралы жан едім. Таптым ау сені, жүрегімнің емі. Өзіңсіз мүлде жаралы жан. Hoş geldinizler, kelgen qadamlarınızdan gülüş şаңырақтарыңыздан бүтсін. Құдай қаласа тойдың сәні би деп жатырмыз. Құдалармен бір керемет би билеп бар жайғасақ келіңіздер қымбаттағандар.
жұлдызды жауһарындыр, атамыз алаш болған, керегіміз ағаш болған қазақпыз ағайын. Ендеше бүгінгі қазақи тойымыз бастауға рұқсат етіңіздер. Біз сізді сөзіміздің болар басы, осылай бұрылған соң жол арнасы. Тойларымыз құтты болсын деп келіп қалдық, Алланың добы деген адам басы. Арыстанбектей, Нұрбақыттай қыздардың балдарына той жасаған. Ассалаумағалейкум хан ордасы! Мінекей, амандастық жұртпенен кейін жерге жиылдық күндер бір келіп кетпеген. Тойдың сәні көппенен, тойдың сәні топпенен, қонақ келсе құттыгын, алғандайлық күттігін. Ел алдына келгенде жерін жоқ сөзді шектігін, қазыналы сөз етсем кеймес қазы етпен күттігін ағайындар. Аққуды көлден, төртлікті төлден, бүгінгі тойымызға келген жаңа құдаларды бір Алла айырмасын төрден деп, жаңа құдаларға деген қошеметімізді көрсетіп. Жаңа құдалар! Жақында ат жүрер, жүрегіне жақын деген жандар жинап, хандар сайлас билер-билеске келеді, зәлім сарайда той жасады ағайындар. Сол тойдың жұлдыздары бүгінгі төріміздің иесі, отау иесі. Сіздерді құрметтеп шақырған соң біз де құрметімізді көрсетейік. Мүмкін болса, осында бүгінгі кешіміздің жарық жұлдыздары Арыстанбек пен Нұрбақытты. Сіздер бұл, біздер бұл, әндетіп, сәндетіп, жастар келеді. Екі жасқа қараңызшы, бүгінгі кешіміздің қосақ қолы. Бүгінгі кешіміздің себепкерлері. Қадірлі ағайындар, баршаларыңызға экраннан екі жас көрініп тұр ғой. Қараңыздар ағайындар, екі жаста бір-біріне деген шынайы махаббаттың көрінісі бар ма? Екі жастың бір-біріне деген үйлесімділігі бар ма ағайын? Вообще негізі Арыстанбек, байқап жатсың ба, сен красавчиксің. Білесің ба, әлемде үш-ақ красавчик бар. Әлемде үш-ақ красавчик. Біріншісі Брэд Питт, екіншісі сен, үшінші мен, Арыстан, біз үшеуіміз. Сен осы жерде қателестің-ау негізі. Үшіншісінен қателестің-ау. Сол екеуімен тоқтай берсін Құдай қаласа. Бүгін Арыстанбектің тойы деп бір емес екі тамады кеп отырмыз. Көріп отырсыздар ма? Истері ағамыздың абыройы үшін, Қоңыраттардың тойы үшін, кіші жүздердің тойы үшін екі тамады кеп отырмыз. Кішкентай балдармен жібереміз сені. Ал енді жаңа қымбатты ағайын, сүйген жүрек сөнбесін, жалынбасын, сүйген жүрек өзгені сағынбасын. Сүйген жүрек қосағымен қосағар, алдарынан бақыт жолы жарылқасын. Қосқашымыз той тоймен шығарсын. Енді тұрып қасалықтарыңызға мың алғыс жайғасын. Рахмет. Жайғас бересіңіздер, қадірлі қымбатты сабырлы сымбатты меймандар. Дегенмен Құдай қаласа бүгінгі қызықшылық ұлыстың ұлығында болып жатқаннан той, қызықшылық барлығыңызға мәлім қымбатты ағайындар. Дегенмен әр әулеттің өз үлкені болады, әр ортаның үлкені болады. Қоңыраттардың тойы құтты болсын деп, бұл енді Қоңыраттардың тойы. Ендеше болса Қоңырат әулетінің үлкендері бүгінгі біздің естері ағамыздың осында бауырларын, әпкелерін құрметпен ортаға шақырған жөн көріп отырмыз. Есімдерін атап атар болсақ, Гүлжауһар анамызда, Бәтес апамыз, Қаламқас апа,
Қарлығаш, Бибігүл, Бибінұр атты әулетіміздің үлкендерін құрмет, қошеметпен ортаға шақырайық. Келіңіздер. Тойымызды ашып берсеңіздер, нұр үстіне нұр. Тойымыздың ашу салтанатында Қоңыраттар әулеті билеп келсеңіздер мінекей. Көргені жақсы көш бастайды, жақсы кісі топ бастайды деп жатамыз ғой. Көшімізді бастап жүрген осы Қоңыраттар әулетіндегі үлкен әпкелеріміз осы кісілер тойымыздың ашу салтанатында кіріспе сөзге өздеріңіз лайықсыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Мен Естөренің анасының сіңілісімін, туған. Естөре менің жиенім. Ал құрметті қонақтар, құрметті құда жекжеттар, мына бәріміздің басымызды қосып отқан біздің мына екі жас қой, арыстандай ұлымыз, бір бақытты сұлу келініміз, ару келініміз десе ару келін екен айналайын, осы елді көбейтетін ұрпағын өсіретін. Естөре інім, баламда інімсің ғой, Естөре інім, Гүлмира келінім, мына балаларымның үйлендіріп жатқан тойы құтты болсын. Құда қаласа шаңырақтары биік болсын, керегесі кең болсын, бақытты болсын, үбірлі болсын, шүбірлі болсын. Осы Арыстанбек балам-ау, қызды дейді, тегін берсе, тегін бер дейді. Тегін тапқан екен қызды тегін береді дейді. Баяғыдан ата-бабамыздың айтып жатқан сөзі. Қосағымен қосағасын жаным, бақытты болыңдар, айтып жатқан үбірлі болыңдар, шүбірлі болыңдар. Менің шөберем бар, Құда қаласа сендер де сондай шөбере сүйіңдер, немере сүйіңдер, өрістерді өсіріңдер. Келін айналайын, осы елді бақытты қылам, өзім де бақытты болам, ата-анам да бақытты болады, өзім әке-шешем де бақытты болады, туған туысқандарым, бауырларым бәрі бақытты болыңыздар. Мынау енді айтарым сіздерге, той ашық, алдарыңызға асты ішіңіздер, жеңіздер, күліңіздер, ойнаңыздар, билеңіздер. Осы тойда көңілді болып демалып, ой шіркін Арыстанбек пен Нұрбақыттың тойында бір демалып, бір жасап қалдық, жасарып қалдық деген естеріңізде мәңгіде қалатындай болсын. Соған осы жерде отырған жастар барлықтарыңыз алысыңыздар, құдалар, келіп жатқан жаңа құдалар, төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Құлағыңдарыңыз құдастар 1000 жылдық болсын. Кеу боласыздар 100 жылдық болсын біздің оңтүстік Қазақстанда. Мен оңтүстік Қазақстан Шымкенттен келіп, мен айтпайын деймін, айтып қойдым. Ақ көңіліміздің неміз ғой біз Шымкенттігі, ауылымызда шығып жүрегіміз көріп айта береміз әңгімені. Ал жақсы мына той-тойға толаса берсін. Мен мына енді сіңлілерім қазір жақсы тілектерін айтады. Аман болдық, осы тойды жақсылап, жаңағы көңілді айтады, көңілді билеп, өлең айтып, жаңағы қызықты әңгімелеріңізді айтыңыздар, анекдоттарыңызды айтыңыздар, көңілді болсын бәрі, жақсы көңілді отырыңыздар. Рахмет тыңдағандарыңызға. Құрметті қонақтар, құдалар, ағайын туыс бауырлар, мына бүгінгі тойымыз баршаңызға жұғысты болсын, құтты болсын. Бүгінгі мынау менің кішкентай, деп айтамыз енді, мен кішкентай інім ғой, 5 қыздың артынан ерген. Осы кішкентай інім тойым құтты болсын жаным балапаным. Гүлмира, менімен қарап. Той құтты болсын, той құтты болсын. Мына жастар бақытты болсын. Барлықтарыңызға осындай қызықшылық жұғысты болсын. Бүгінгі тойды баршаңыз жақсылап көңілді өткізуге атсалысып, бір адамдай барлығымыз осы қызықшылықты тойлап бөлісуге Алла нәсіп етсін. Құда қаласа жақсылықтарда өздеріңізбен кездестірсін. Енді мына апамның айтқан сөздің барлығы қабыл болсын. Бұл кісі енді біздің анамыздың көзі деп қараймыз. Біз қайда жүрсек те осы кісінің ортамызда алып жүреміз. Алла сізге де ұзақ ғұмыр берсін. Құда қаласа өзімізді көргенде бір жасап қаламыз. Той құтты болсын, құдалар, төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Мынау бүгінгі құдалығымызда болып жатыр арасында. Әрқашанда арамыздағы мынау алтын көпіріміз ешқашан құламасын. Ортамызда тек қана дорбаменен жорғалап жүре берсін. Тойларыңыз құтты болсын.
Anneska, isterim, Mira, bugün toylarım kutlu olsun. Hayırlısı bakıtlı olsun. Şahraklarındaki ömürleşimli olup, uzak ömür sürüp, şoların kızını koyup atanan olup gelmiş, alıp yürüyorlar. Şoların kızına toymadılar. Bebeğinler, müsbüğün, önünler. Hayırlısı bakıtlı olsun. Al bakıtlı dileyim olsun. Ayda sevgilerin ortasında kulübünüp sindirme başlığının şaştı verirsin. Eska, Gümera Bülbül'ünden 2 жастың үлкен тойы құтты болсын, басқосу тойы. Баршаңызға жақсылық тілеймін, әрқашан осындай тойға келіп, жиналып жатқандарыңызға құда-құдағилар өте қуаныштымыз. Бүгінгі той өте керемет той, сондықтан баршаңызға жақсылық тілеймін әрқашан. Екіншіден 2 жас бақытты болсын. Ғұмыр ұзақ болсын. Гүлмира, Еска, сендердің тіреулерің болып, қолдаушыларың болып жүре берсін. Өмірлі жүгірлі болыңдар. Бірге қартайыңдар, жастықта. Осылай ойнап күліп, бұдан да үлкен тойда кездесіп жүре берейік. Жақсылық болсын әрқашан. Бір сөзге қойдыңыз, қайсы болады? Еска, Гүлмира, бүгінгі тойларың құтты болсын. Рахасына келгенім, оларда есік той болсын, алдымызда 2 жас бақытты болсын. Өстір дастарханымыз киіп, дастарханымыз жайыла берсін. Құдалар аттаған қадамдарымыз құтты болсын. Барлығыңызға сол жақсылық тілеймін, аман болыңыздар, тойды той боласын. Бәрекелді, рахмет. Келіңіздер, Исүрәға. Қасына тұрып бір фото болсын. Осылай көшімастақ, топтымастақ, көз алдымызда көрмелер жүргенімізді бірге еттіңіз. Өздері әнмен шығын жөн көріп отырмыз. Құлақ әнде, ауыз әнде болсын қымбаттағайын. Алда. Ассалаумағалейкум ағайын, тойларыңыз той болсын.
Sıra şakalı olmayıp da jatadığına. Gel Muhammed. Ağlamay basa. Kımbatlar ender. Estere var. Той иесі мейман құсақ күніге тойға барып жүріс қой. Сол тойда той иесін ортаға шақырайық деп той иелері шыққанда ана тойда бәрі шапалақ ұрып беретін еді ғой деп тұрған шығарсыз деймін да ішіңізде. Той иесі шыққанда жоқ. Негізі сіздерде ешқандай айып жоқ. Ешқандай айып жоқ. Мына біз өз былай боламыз. Той жақсы өтуде. Ойламада келді тойдың бытшын шаңдеп бізге жауа саласыздар. Бізде таптық есеге кімге жауатын. Тойдың қалай өту бәрі сіздерге байланысты. Тойдың иесіне байланысты. Тойдың иесі екіге бөлінеді. Шапалақ ұрғызып шығатын тойдың иесі болады. Ұрғызбай шығатын тойдың иесі болады. Сіздер таза ұрғызбай шығатын тойдың иесі болдыңдар. Тойдың жақсы өту тойдың иесінің пейіліне байланысты. Аллаға шүкір пейілдеріңіз найза ойламайтын керемет жансыздар. Сол себептен ана жерге қайтып барыңыздар. Қайтып шақырамыз. Той сіздер қалай жүрсеңіздер, той солай өтеді. Дастархан жайып, төріне көтеріп атқан той иесі Естере мырза мен Гүлмира ханым билеп келе жатыр ортада. Той Gördünüz mü? Soru özünde kalıyor var. Siz eğer mıhtı bileseniz, bütün konakta siz için yatıp durup şapalanıp bakayım mı? Bırak bu evde kimden bileyim bildiğine? Hemen güleben cibere deken bildiğine. Esirgen bilete deken. Ağayanlar, toydun iyisi bәрібір қобалжып тұрады ağayanlar. Toyumuzun konakları көтеркі көңіл күймен келіп, керемет демалып кетсе екен деп. Бүгінгі қонақтарымыз көңіл күймен кетсе екен деп. Сол себептен бүкіл қошеметтеріңіз той иесіне болсын. Бұл кісілер ат басына алтын тікпесе де көптеген сыйлықтар әкеп қойды ağayanlar. Оны қазір ойын барысында позитивный жүрген адамдарға беретін боламыз. Ал бірақ енді мынау бүгін ерекше өткізейікші деп біз тойғана екіге бөлек болып шештік есеге. Оң қанат біздің Естере ағамыздың командасы деп шештік. Көңілдеріңіз қалай? Оң қанат, оң қаптан Есекенің командасы. Дизи, Горилла, Диту, Гүлмира ханымның командасы. Өңілдеріңіз қалай? Міне команда. Міне, есеге. Мынау бүгін сіздер үшін той иесі, сіздер үшін Қазақстан Республикасының мемлекеттік ұлттық асын дайындаған ет келеді. Мархабат, ет студио. Ортада шай, бүгінгі ас келеді. Құдалардың алдына бас келеді. Тойдыңыз үлкен асын. Мархабат, тарту ет. Бүгін төрімізге асымызға адалдық, басымызға амандық тілеп келген Руслан құдамыздан қол жайып үлкен астың батасына илаха амин. Өзге қауым ең жақсы болсын, осы ең жақсы бағыт үшін әркімде осы тойымызды келген өткізейік, әркімде
Degенмен астың үстінде мыңғырған керемет қазақтың сұлу сымбатты қыздары керемет биге тамсанған мархабат группа Жан Ару. Мархабат. Toyumuzun basında ayıp çözümüzü olmasa Қоңыраттармен кіші жүздердің тойыды. Белгілі ғой, қоңыраттардың тойы дегеннен той Шымкенттікі кіші жүздер дегенсін белгілі қызылордалықтар. Ендеше бүгін болса, Естері Хамзын Келмер апайдың тойында бүкіл қызылордалық әртістер мен Шымкенттік әртістер болады құдай қаласа. Ендеше мен Қызылорда болсам, қазір кереметтей әнмен ортаға шығатын сол Шымкенттің тумасы, әнші, сазгер, термеші, ауылдың жылдан бері кереметтей өнермен халықтың көңілінен шығып жүрген Бауыржан Бекербек бұлдан зордан шығай, бұл қошылықтың басылай қымбаттар еді. Құлаған керімдерді болсын. Енді сіздердің назарларыңызға мен сіздер бір отырған кезде тыңдайтыннан егер қолында дүние болмаса деген әнді қабыл алыңыздар кәнеке. Етші отырып Aralaspaz ешкім жармаса
Jürgen esirteydiken Kudalarım ösükteydiken Erken esip kesekteydiken Eğer kolda dünya bolmasa Erken esip kesekteydiken Eğer kolda dünya bolmasa Sana eşkin yergisi gelmez Karısına vergisi gelmez Kırıngılı görgüsü gelmez Eğer kolda dünya olmasa Kırıngılı görgüsü gelmez Eğer kolda dünya olmasa Dünyasız bindi gölge siyalmaydı Hey jüret siyalım dep kıyalmaydı Ağol şıralmaydım takır gidey Şalkız ana şımarlıkta kıyalmaydı Ağol şıralmaydım takır gidey Şalkız ana Şahız ana zamanlıkta kıyılmaydı 70 yıldız çakılıp Günde şarap olamaz 7 jengin bolsa da Bir ananday bolamaz 70 jengin bolsa da Ana orunu tolamaz Жас рахмет. Баланың білегі ауырса, ананың жүрегі ауырады деген. Ананың сүтімен дарымаған қасиет, ешқандай түйенің ет ананың сүтімен дарымайды деген. Сондықтан алтын құрсақта анадан туып, ақ жаулықты ананың сүтімен адам болдым деген азаматтар, бүгін Арыстанбектің анасы үшін, келіннің анасы үшін, жер бетіндегі аналар үшін орнымыздан бір түк тұрып шапалақ ұрайықшы. Аналар аман болсын. Келіндер әрқашан сәлем қылсын кәніге. Аналар үшін орнымыздан бір тұрып шапалақ ұрсын кәніге. Рахмет. Тойларыңыз той боласын сәке. Ер жігітке ана артық па, бала артық па, жар артық па, жоқ жан артық па десін, Майлы Қожа деген ақын жауап берген екен. Шариғатқа барғанда 9 ай 10 күн көтеріп әлпештеп баққан ана артық. Ізбасарлығын ойласаң арқаңда қалар бал артық. Жақсы болып кездесі жарқылдап жанған жар артық деген екен. Сондықтан Арыстанжан айналайын, атың Арыстан. Құда қаласа келіншегің енді қазақ айтады Арыстанның ұрғашысында Арыстан болады, Құда қаласа сұрағы. Сондықтан бір-біріңді қадірлеп жүрдір, ортаға жұбайыңды келіншегіңді алып келіп, осы жерде сіздер үшін мен өзімнің туған әйеліме өлең жазып едім. Бақытым сен, аяулым деген. Осы әлемге өлеңге билейін деген кісілер өзінің туған әйелімен келгендер билесе өтініш. Şarap
Мың алғыс, рахмет. Ендеше қадірлі қымбатты сабырлы сымбатты меймандар, дегенмен қанатымыз талмас қылып, ақ тілекті жалғастыратын ағайындарды ортаға шақырған жөн көріп отырмыз. Ендеше жаңа ғана керемет дейін тойымыздың басын өзіміздің Арыстанның өз жұрты қоңыраттар әулеті келіп ашып берсе, енді ортамызға бүгінгі Арыстанның нағашы жұртын шақырған жөн көріп отырмыз қымбатты ағайын. Нағашын сыйлай біл, ақсы үшін анаңның жан жарыңды сыйлай біл, бақыты үшін балаңды дүниеге татқазықта. Ендеше сондай мәртебесі биік меймандарымыз бүгінгі қызықшылыққа келіп отырған осы жерде Темірхан ағамыз орнынан көтеріп ортаға шақырсақ қымбатты ағайындар, және нағашыбай ата бастаған бүкіл нағашылар ортаға келіңіздер. Аттарыңды атап түстеріңізді түстемей, мен Арыстанның нағашысымын деген кіші жүз әулеті жедейлер ортаға келсеңіздер. Құрмет, қошеметтер. Ал енді қадірлі қымбатты сабырлы сымбатты меймандар, бүкіл нағашылар әулеті ортаға келсеңіздер, Құдай қаласа. Біріңізден бөлмей, барлығы нағашы жұрт болғаннан кейін бүгінгі қызықшылыққа келіп жатқан. Жүрген апайлар отырайық. Сабыр сақтайық. Ал енді қымбатты ағайын, бұл жерге келіп тұрған бүгінгі Арыстанның нағашылары қымбатты ағайын. Бүгінгі тойымыздың ең мәртебесі биік меймандары, ең төрт жақты туысқандары деп осы кісілерді айтуға, осы кісілерді. Арыстанның нағашылары, Гүлмираның төркіні, Естөренің қайын жұрты, сосын қоңыраттардың құдалары бұл кісілер. Төрт жақты туысқан. Енді бұндай кісілер тілек айтқан кезде тыныштық сақтап тыңдаса, анау бір братанға айтты, отырылатын братан ба, осы түрге жүретін братан ба? Тоғарғақын жиналған қауым келді. Алып шықтеріміздің тойға ұласа берсін. Естіп бір айдан ниеттерің қабыл болсын, егіздерің аман болсын. Тағайынның арғалайының аспанымыз ашық болсын. Ниетіміз қабыл болсын. Жақсылыққа етеміздің аспанын әрқайсымыздың атынан ақ тілектерімізді Алла қабыл етсін. Құрметті тойшы қауым, екі жастың демектеріне қош келдіңіздер. Енді кешеудің жөндері осыған жатыр. Енді балдарға бақыт тілейміз, бақытты болсын, ауылдың жүзіктері болсын, екі жақтың ауылдың жүзіктері болсын. Соға осындай жақсылық жұмыстарына бәріміз ортақ қолымыз жүргізейік. Той тойға ұлассын, екі жас бақытты болсын. Бүгінгі ақ түйенің қарны жарып жатқан кезде некей осы бәрі екі жасымыз. Себебі мына келген құда-құдағилар тағы да айтам, қадамдарыңа нұр жаусын. Осы балаларымыз некей осы балалардың қызымына келіп отырмыз ғой бәрімізде. Айналайын, Арыстанбек, Нұрбақыт, тіккен отағаларының шаңырақтары биік болсын, керегелерің кең, терезелерің тең болсын, әрқашанда бақытты болып, осы ел жақтағы ата-аналарының осы сендердің рахат қызықтарыңды көрсін. Бақытты
тойшыл қауым тойға келген той бармақтарыңызға да құтты болсын. Төрге шыққан су жаңа құдалар, төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Біріншіден мына Естөремен Гүлмираның бірінші алғашқы қуанышы, Гүлмира Ақтөреме оның ақ түйенің қарнының жабылған күні алғашқы қуаныштан құтты болсын. Мына балаларың бақытты болсын, өмір жасы ұзақ болсын, өнсін, тамырын тереңге жайып, бақытты өмір сүрсін. Ортасында ата әдемі, ата әже болып шауып жүре берсін. Біріншіден балаларымызға Арыстанбек баламның баламызға Алмазаға, келінімізге Сақина, нағыздарға. Ал Естөре, Гүлмира, құтты болсын тойларыңыз, екі жас бақытты болсын Арыстанбекке кейін. Өмірде бақытты болыңдар, аңсаған армандарыңа жете беріңдер, үлкендердің айтқан тілектері қабыл болсын. Не дейміз, өмірде бақытты болыңдар, жүздеріңнен күлкі кетпес, соған тілекшіміз біз. Тойшыл қауым біріншіден барлығымызға ортақ той құтты болсын. Есеке, Гүлмира, алғашқы қуаныштарыңыз құтты болсын, ұзағынан болсын. Мына екі жас бақытты болсын, Алла ұзағынан сүйіндірсін деймін. Өмірлі шүмірлі болып, ендігі жерде шілдехана тойға келейік. Екі жас бақытты болсын, жастар бақытты болыңдар, дендеріңіз сау болсын. Үлкендеріне екі жақтыға бірдей қызмет етіп, осындай бақытты ғұмыр кешіңіздер. Біздің Гүлмира осы әуелі бәйтерек болып, осы тамырыңды тереңге жайып, осындай бұл қыздарыңды әлде де ұлғияға қызметияға қандырып, ылғи қуанышта тойда басымызды қоса берейік. Гүлмира жаным, Естөре, алғашқы қуаныштарың Арыстанбек бақытты болсын, атаулы келін болсын, өмірлі шүмір болсын, бақытымен бөлендірсін, сіздерді қуаныштарымен бөлендірсін, тілектесін соларын. Барлық жақсылық тілеймін, өзімді толықтым. Ассалаумағалейкум, тойшылар, тәте, тойларыңыз құтты болсын. Тойларыңыз тек қана қуаныштан бола берсін, аман болсын балаларыңыз. Сол қуаныштымыз біздер. Ассалаумағалейкум тойшыл қауым. Бүгінгі Ақтасарханға келгендеріңізге мыңдаған алғыс. Жездеге, тәтем, көз көрген қуаныштарыңыз бол, алғаш тұрмыштарыңыздың отауы тегер үлкен отбасы бар. Келініңіз келіп жатсыздар, құтты келін болсын, берекесімен келсін, балаша басып, көп болып, ұзап, өмір сүрсін, тату тәтті болсын, ұрыспасын, керіспесін, бірі-біріне прогибация бірі от болса, бірі су болып, бірі-бірі басып, сіздер ақыл айтып, тоқтау айтып, ақылдарыңыз айтып жүре беріңіздер. Тойға ұласын, артынан еріп жатқан енді іні қарындастарына жұсты болсын. Құтты болсын тағы. Қайырлы кеш, құрметті тойшыл қауым. Арыстанбек аға, Нұрмат жеңген, бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Ең алдымен Алла екінші ата-анамыз дейді. Сіздерге үлкен рахмет айтамыз. Сіздерге үлкен бақыт, қашпас қайрат тілейміз. Келесі жылы өмірлі балапандар көңіл келсін деп тілеймін. Сіздерге де тілерім, өмірде әрқашан ашық, алақандарыңыз ашық, бір-біріңізге әрқашан ашық болып жүре беріңіздер. Мынаның тілегі қабыл болады. Ертең видеолар көресін асықпай. Төрт сөйледі, мұрнын алты рет ұстап тұрады. Мұрнын ұстап тұрып айтқандар қабыл болады десін. Қайсысы? Кім? Қосылған дейді ма? Қосылғандар.
Ağa, toylarınız, kuvанçlarınız uzağına olsun. Sizi ең hayırlısı салиқалы жар дейді ғой. Нұрбақыт сондай жар болсын. Ал сендердің ең жақсыларың, әйелдерге жақсы қарағандарың дейді. Арыстанбек сондай күйеу болсын. Екі жасқа деген жүрек жарды ақ тілегімді өлең жолдарымен арнасам. Қоса қудай қос ғашыққа төрдегі тілеймін мен бар бақытты жердегі. Жалынатып жүрек оты сөнбесін, ібілістің арбауына көнбесін. Сүйеу болсын бір-біріне жалғанда, тау шыңындай биік болсын талғанда. Сүйіп өтсін бірін-бірін мәңгілік, ғұмыр кешсін өмірлерін ән қылып теңгілік. Бәрекелді, машаллады. Ары қарай бар ма? Болды ма? Көңіл толды ма? Мың алғыс айтқан ақтектеріңізді Алла қабыл етіп періште өңгенесін. Осылай Құдай қаласа жиынның тойы, бөленің тойы деп, әрқашанда той деп шаршаңыздар. Алла мағыналы болсын. Бір суретке түсіп жүрсеңіздер, бұл кісілер көп болғанға көп сурет шығарып жүрмей, 500 жасын жетеді. Құрмандар амай болса, жүректі руханisi жеңдірек. Басқа жігітті көрсете тұрады. Итак, шаршанып жүрген шығасынан есегінен. Қалай, фотография болды ма? Көңіл толды ма? Билейді ма? Құдай қаласа да Жап Мұхан екінші тамады Мұхаммұрат қой. Сіздер оған құда боласыздар сіздер. Сіздердің құрметтеріңізге Мұхан ән орындайды билейтін. Бала кезден керемет биін жалғастырғандар.
Күліп жүріңізші. Күліп жүріңізші. Ана біз оқытқанда айтады, дежурный улыбка деп ше. Сотка жоғалып қалса да кәдімгі сотка қайда жоғалды деп ше. Күліп жүріңізші. Уайымдамаңызшы. Керемет, бүгінгі қонақтарыңыздың бәрі өте кәдімгі костюм арқылы жиналған сияқты. Көтеріліп көңіл күймен сондай бір керемет қонақтар жиналған екен. Мен осы барша қонақтарға, тойымыздың барша тойшылға менің бір өтінішім де, или болмаса бір мүмкіндік болатса әрине. Баршамыз орнымыздан тұрайықшы ағайындар. Орнымыздан баршамыз бір минут тұрайықшы. Еш нәрсені еске алмаймыз. Орнымыздан тұрсақ болды. Баршамыз орнымыздан тік тұрайықшы ағайындар. Екі жақ біздің Естөре ағамызға Гүлмира анамызды барша қонақтар орнымыздан сары көйлек киген қыз. Сіз ғана қалып кеттіңіз. Қасыңыздағы баламен бірге. Орнымыздан бәріміз тұрайық. Баршамыз. Құдалар сіздерге де тұруға болады. Құдаларға да тұруға болады. Орындарыңызда баршамыз тұрайық. Өйткені қымбатты ағайындар, сіздерге сеніммен жүрегінің жылуы бір парасын берген осындағы Нұрбақыт келіндеріңіздің ата-анасы. Осында біздің Кенжебай құда мен Айшырым құда деген отыр ағайындар. Мүмкін болса орнымыздан осылай тік тұрып, шапалақты аямай болып, оншалықша биге ыңғайы бар жеңгелер болса, алдынан билеп шығып, осы Кенжебай құдамыз бен Айшырым құдағиымызды екеуміз үшеу бар ортаға алып келейікші ағайын. Баршамыз жабылып, бұл кісілер тік тұрып шақыруға құрметке лайық ағайындар. Мархаба, Кенжебай құда, Айшырым құда келіңдер. Билеп, билеп. Шапалақ аямай, аямай. Бұл кісілер тойдан кейін қайтады ғой. Сол кезде бұл кісілер айтпай ма бізді аяғын тік тұрып қарсап деп сол істеп жатыр ғой мен. Рахмет баршаларыңызға мың алғыс. Құдамен тік тұрып жігіттер вообще красавчик. Жайғасайық, рахмет, жайғасайық. Міне ағайындар, шын мәнісінде нағыз тойдың иелері. Құдеке, қанша тойда жүрмін, қанша құдалықта жүрмін, қыз беріп билеп деген құданы сізді бірінші рет көрдім. Негізі құда осындай болу керек. Ана құдам деп көбісі бүйтіп ше, жылсу жоқ па, қол жуатыр деп ше, обыр. Жоқ, міне нағыз өзінің балаларының бақыты үшін жүрегі жарып жүрген құданы көрдіңіздер ме ағайындар? Бәрімізге сабақ болсын, ертең біз де құда болып барамыз білекте. Бәріміз құдамыз ұқсап жүрекші. Құда дейміз ұқсап. Наоборот сіздер балаларыңызды үйретіп сіздер ұсатып отырған сияқтысыздар ше. Тойдың иелі арсына бетін ұсатып отырған сияқтысыздар. Образдарына қараса. Ал қымбатты ағайындар, біз қай кезде құда боламыз? Екеудің абыздары ақ тілегін айтып, дүйіншектің алдында бір күн төске қатқанда құда боламыз. Ал енді құданың бір ауыз тілек ниетін көшеді алған жөн көрдік. Құдеке құтты болсын, мархаба, ақ тілек өзіңізден. Allah қуанышын ұзағына сүйіндірсін. Құда келді той тойлап, ізгі де той тойлап. Құдағи жүр жағында, тұла бой гүл жайнап. Мен сізді шығып келеткенде бұлар шатасты ғой, құда жанап келетір ғой деп қалдым жаңа. Құданың арқасы осылай әдемі құста жүрген. Құдағи, мархабат, біраз тілек өзіңізден.
гүл береді. Сізге Құдай құдағийлік берді. Естіп жатсыз ба? Мына кісі адам баласын босамайды. Бұл дедовщина деген болады. Мына босамайды, мына кісі дауыс шықпай жатыр. Құдай берді. Bizim күйеу баласы бар, ертең алып жүрмесең өзіне молодцы. Құдағиым осындай сылбыр құдағиымызға сыңғырлаған дауыстарға қошеметті аямай ұрайықшы ағайындар. Шын мәнісінде бүгін кешіміздің ең қымбатты да қадірлі қонақтары. Сосын ағайындар өтініш балаларымызға сәл ие болайықшы ағайындар. Балаларымызға кішкене ие болайықшы. Түсінем ағайындар, бірақ балаларға сәл ие болайық. Ал енді естіре ма? Қараңыз. Дүйім сіздің қонақтарыңыз, дүйім жүр. Құда, жеңжақ, нағашы, бауыр, бажа, ағайын туыстарыңыз, балаларыңыз, төрге мені балапандарыңыз, жаныңызда құда мен құдағиыңыз. Сізден бақытты адам жоқ қой екен. Дәл осы сәтте осы кісілердің алдына еркелеп тұрып ақ тілек ниетті айтатын кезіңіз келіп тұр. Мархабат, өзіңізден. Негізі ағайындар сөйлеп атқан той иесі мен құда мен құдағи қай жақта шулап сөйлеп атқан жігітіңіз онша жеткізе алмай қалды. Бетіне айтып айтпастақшы бәрі махаббат. Ассалаумағалейкум тойшыл қауым, барлықтарыңызға сәлем бердім. Бүгінгі менің Арыстанбек бала Бақыр келіннің екеуінің ас қосқандары, үйлену тойына алтын уақыттарыңыз отырып кеткендеріңіз үшін Алла разы болсын. Барлықтарыңызға, семьяларыңызға бақыт тілеймін. Дендеріңіз сау болсын, өмір жастарыңыз ұзақ болсын. Аңсаған армандарыңызға жетіңіздер. Алланың қалауында бақытты базарында шалқып өмір сүріңіздер. Барлықтарыңызға да үлкен рахмет, басым көтеремін. Бүгінгі айтқан тілектеріңіздің барлығы періштенің құлағына шалынсын. Барлықтарыңызға да рахмет, балдарыңыз бақытты болсын, дендері сау болып өмір жасап ұзақ болсын. Келесі жылға Құдай амандық болса, шілдехана тойда осындай барлығымызды бас қосуға Алла нәсіп етсін. Әмин айтқаныңыз келсін. Мынау той иелері ағайындар, қазақта бір сөз бар. Сол сөз осы той иелеріне арналған сияқты. Қой аузынан шөп алмас деген сондай бір керемет балама бар. Сол есеге сіздерге арналған сияқты. Сіздердің ауыздарыңызға келіп қояп кетпесе, сіздер алмайсыздар ау. Осындай жандарды, осындай мінезімен ортаға сыйып, ортаның абырой болып жүргендіктен біздің той иесінің достары, класстастары, бауырлары шапан шаттығын жабайықшы біз Құдаға деген рұқсатын алған екен. Мархабат, достар, шапан шаттығын жабуға рұқсат. Құдамызға алтын камзол жағала, құдағиымызға камзол алтын жағала, құдаларымызға не деген керемет қазақи шапандар. Міне керемет ағайындар, қараңыздаршы, достар деген осындай болу керек емес па? Екі құда мен құдағиды бірдей қылып қойды. Достар, класстастар, үлкен сіздерге рахмет. Өздеріңіз фотографтарыңызбен келмедіңіздер ме? Фотограф. Шешпеңіз,
не басқа тойға приходить етмесін. Жоқ, ыстық қой киінейін десең, мен сізге айтайын. Мына шапанның астарын алып тастасаңыз, баняға мощный банный халат болады. Қандай жағдайда киіп беріңіз, шешпеңіз. Ал енді ағайын, біз қай кезде құда боламыз? Екі елдің абыздары. О, есеке, бір жоңғардың батырлары ұқсамыз. Білмейді сізге, почему-то солай көрді. Қай кезде құда боламыз ағайындар? Екі елдің абыздары, екі елдің діңгектері бір-біріне дүйім жұрттың алдына төсіне қаққан кезде құда боламыз ағайын. 1000 жылдық құдалықтың ең басы басталайын деп тұр. Құдеге келіңіз. Бәріміз ағайын куә болайық. Екі ел құда болайын деп тұр. Екі ел төс қағыстырып, бір-біріне дүйім жұрттың алдына серттесейін деп тұр ағайындар. Қолды кеңге жаямыз. Қолды кеңге жаямыз. Ал, Кенжебай құда, сіз қолыңыз жайып, спокойно тұра беріңіз. Қыз беріп атсыз. Есеке жүгіресіз. Тағы да шапанның образымен қатты жүгіріп, құданы ағайын акатпен әкетқан жүрмеңіз. Аккуратно жүгіресіз. 3 рет төске бағамыз. Ал біз ағайындар, жастар бақытты болсын. Екі ел тату болсын. Құданың жылдық болсын деп, шапаларымызды ұрып, демей отырып, құдалар, көз қарсы, ерегісіп қаласыздар. Ерегісіп қаласыздар. Әйелдер көтереді, еркектер көтермейді. Қыздар кеңдер. Қыздарға ауылы, жандарым, қыздарға сұлулық, нәзіктік жарасады. Екеуіңізді аласып құшақтатпай қойайын. Бір рет құшақтайсыздар да, беттеріңізді 3 рет сүйіп қоясыздар. Ал бүкіл халық сіздер үшін шапалақ қараңыздар қалай ойнап жатыр. Құдағилар, мархабат, төс қақсақ. Құдағилар төс қақсып батыр ағайындар. Бетімізді 3 рет сүйеміз. Қымбатты ағайындар, мынау негізі біз қазақпыз ғой. Әй, анау Естөре мен Гүлмира баласын үйлендіріп той жасап жатыр екен. Өткенде біздің тойға келіп, той анасы беріп кетіп еді ғой. Той, ұят болады, біз де барайық деп келе саламыз ағайындар. Ал бұл той, бұл әулеттің тарихы. Бұл той, анау тұрған жастардың тарихы. Мен бұл тарихты ертегіме шегелеймін ағайындар. Ол бұлай басталады. Ертеде ешкі жүні бөртеде. Естөре ағамыз дүйім жұртты жинап, Алатаудың бөктерінде арқасын Алатауға тіреп қойып той жасады. Сол тойда Арыстанбек орнынан тұрып, дүйім жұртқа қолын болғады. Халық шапалақты. Оғаштай маған Арыстанбек екі қолын болғады. Арыстанбек, анау істерейді мәшіне дворниге ұқсатпай, шапалағынан болмаса мені. О, шапалақты халық! Аямай! Арыстанбек шықты да, қамадаға қарай жүгірді. Келе салды. Ағайындар, қазақта мынау менің балам деп мақтанып оңай. Кішкентай баламыздың былдырлаған тілімен кеше менің балам бүйтіп айтты деп мақтанамыз. Ал мынау менің әкем деп мақтандыру қиын. Тек қана отбасына емес, тек қана әулетіне емес, дүйім жұртқа мақтаныш бола білген әкесін құшақта бетінен сүйді. Менің әкесінің қолынан көтеріп тұрып, менің әкем деп мақтанып шықты. Халық шапалақты. Тоғыз күн құрсағында көтеріп, тірі мен өлінің арасында өзінің өмірін ресковать етіп, дүниеге әкелді ғой анашым. Түнгі 3:30-4-те жылап оянсам, түн ұйқымды төрт бөліп,
жүргенімді ауыстырдым ғой анашым. Сол кезде әкем соның бәрін біле теріс қарап ұйықтап жата берді ғой. Қанша намаз оқысам да, қажылығымды жасасам да, зекетімді берсем де, балам, мен саған разымын деген ананың бір ауыз сөзін алмай, жәннатқа кіре алмасымыз хақ. Арақ ішіп отқанда, анашым, сен менің жәннатымсың деп, анасын құшақтап бетіне сүйді. Қыз деген Алла тағаладан әкеге аманат ағайын. Баршамыздың қызымыз бар. Ол бізге Алладан берген аманат. Әкеден күйеу балаға аманат. Бүгін аманатыңызды қабыл алдым. Аманатқа ешқандай қиянат жоқ. Сіз де менің әкемсіздер. Қайынатасын құшақтап бетіне сүйді. Сөйтті де Арыстанбек жайлап енесінің қасына келіп, енесіне напротив тұрып, влопна влоп тұрып, қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, саналы, салихалы тәрбиеңмен біліміңді беріп, менің қолыма сеніммен тапсырғаныңызға мың алғыс деп басын иді. Сен сәлем сабатсың, басын деп басын. Содан кейін барып құшақтап енесінің бетіне сүйді. Ырза болса енем ырза болсыншы деп тағы да сүйді. Сөйтті да, подожди, менде бар ғой деп, Нұрбақыт ортаға жүгіріп кеп, қайнатасына қарап тұрып, мәйеді екі сәлемді зік еткізді да. Үшеу болып кетті ғой. Сөйтіп өзінің папасына барып, папа қалай жақсы келдіңіздер ме деп құшақтап бетінен сүйді. Мамасын құшақтап тұрып, мама сіздің айтқандарыңыз бәрін істеп жатыр. Оказывается, мен ерте тұра алады екем. Ерте тұрып жатыр, мама деп құшақтап бетінен сүйіп, енесіне барып, енесін ортаға алып шықты. Да, қазақта тағы бір сөз бар ағайын. Мынау менің келінім деп мақтану оңай. Мынау менің енем деп мақтандыру оңай ағайын. Дедовщина деген бар. Жоқ, бізде олай жоқ деп енесінің қолынан көтеріп тұрып, дық алғысынан зікіргізді. Ойнап жатыр ме? Бұлауған қол жұдырықтап жатыр, ойнап жатыр. Жоқ, бұл менің мақтанышым. Біз өмір бойы подружка болып өтеміз деп енесінің құшақтап бетіне сүйді. Нұрбақыт, Арыстанбек, қараңыздар, мына жаққа шығып қараңыздар, төртеуіне қараңыздар. Жап-жас па? Қараңдар, жап-жас па? Құданы Құдай қосады деген төртеуіңізден көріп тұрмын. Қараңыздар шағайын, құдалар да бір-біріне осылай шап-шап болмаса, әңгімен жараспай қалады, ол да қиын. Бірақ мен төртеуіне қарап тұрсам, баяғыда бір мектеп класста бітірген, винеткада бір суреттер болады ғой. Bir klastın baldары. Bir klastın baldары. Төртеуді жап-жас көрдің ба? Осы төртеуін жап-жас ұстап қалуға болады, білесің ме қалай? Қалай? Бетіне крем жағу керек дейсің ба? Қымбат крем деп. Ешқандай да төртеуін жап-жас ұстап қалу үшін немере беру керек. Бірінші бала кімдікі, Құдай қаласа? Бірінші бала кімдікі? Атасыныкі. Бірінші немере атасыныкі, есеге сіздікі. Қазақта ондай бала бар ағайын. Мынау шалдың баласы. Боқтайды ол, жақындама дейді, оған сот жоқ. Бірінші немере сіздікі. Екіншісі,
бергісі келмей қалды. Екінші апасының баласы, сіздіктің балаңыз. Үшінші ұят болады, нағашы атасынікі. Төртінші ұят болады, нағашы апасынікі. Бесінші бала өздеріне керек болса туып алды. Қазақ осылай көбейген, білесіңдер ма? Мына төрде отырған ақсақалдарымыз, апаларымыз біліп айтыңыздаршы, баяғыда 12-13 бала болады мен бір семьяда. Бұрын болады, 12 бала, 13 бала болады. Бұрын қазақта Тоқтасын деген адамның аты бар еді. Мен Тоқтасын туған інісін көрген, оған да тоқтамаған. Сол Тоқтасын ағайын осы жанұяда болсын. 12 болсын, 12. Сосын мына жүгір жүрген бала-шаға бәрі ата-анасын жаттап алынған. Ертең оларда той істейді ғой, жібер десеңдер 12-сін солар тойына апарып. Шаш. Ортаға келдік. Бұларға үстіп алғыс айтып сіздерге суретке түсіп алыңыздар, ортаға келіңіздер. Мына көрініске мен шапалақты ұратымен бірақ көре алмай отырмын. Дәл осылай тұра берсін, дәл осылай тұра беріңіздер. Бұда сіздердің құрметтеріңізге әдемі бір әншіміз шақырып отырып, құдай қаласа, жаңа құдалардың құрметіне бүгін құттықтап келіп отырған микрофонды беріп қойып, қазақ сахнасының жұлдызы, әнші, сазгер, композитор Сейфуллин Жолбарыс туған қошеметтен қарсы алайық ағайын. Рахмет үлкен. Ассалаумағалейкум ағайын. Отчетный пассивный Арыстанбек пен Нұрбақыт той болай болғырыққа. Ассалаумағалейкум ағайын. Ал енді біз сюрпризге көшейік. Мынау Естөрен мен Гүлмираның атынан Мақпал досы, құдағайы, туған күн екен. Мақпал ханым қайдасыз? Сіздің досы келіп отырмыз. Шабалар қойымыздан Мақпал ханымға. Сюрприз от Сейфуллина. Рахмет үлкен. Не дейміз енді? 2 жас бақытты болсын, құдалықтарыңыз 1000 жыл болсын. Біздің негізі Арыстан, Жолбарыс дегендер нормальный болады, любой жігіттер болады. Бақытты бол жағы. Бәрі ұзағынан болсын. Барлығымыздың үйімізде осындай той болсын. Ал енді кім бүгін Арыстанбек пен Нұрбақыттың тойында от души билемесе, немересінің бойы менгіндей болсын. Жаныма
құрметті. Ал енді бәріміз бірге Арыстанбек Нұрбақыт. Бақытты болыңдар. Арыстанбек Нұрбақыт. Бақытты болыңдар. Нұрбақыттың достары осында екен. Қайын жинайған өзіңдаш достар сездеріңдер. Нұрбақыттың подружкалары осында екен. Арыстанбектің достары осында екен. Достардың атынан.
Арыстанбекке нұрбақытты болсыншы. Не слышу шума? Бақытты болсын. Баракада, Сейфуллин жолға студияға шығармай. Бірақ енді арнайылап бөлек шақырсақ деп отырмыз ағайын. Дегенмен ендеше бүгінгі қызықшылыққа есік ашып келіп жатқан біздің жаңа құдаларымызда, сонау сыр елінен келіп жатқан бүгінгі біздің этикет алмаған новый құдалардың барлығын ортаға шақырамыз, келіңіздер. Жасасын жаңа құдалар, билеп тұрып ортаға. Ал енді жастардың басына ешкім жоқ кезде айтатын ақылдарыңызды айтылаңызды десем. Қош келдіңіздер. Қымбатты құдалар, келген қадамдарыңызға гүл, шаңырақтарыңызға нұр түссін дейміз. Қазір жібердім, Арыстанбек шақырады қазір. Арыстанбек, жүгір. Атам мен енем сөйледі, болды деп жүр ойлаймыз спокойно, не? Одан да үлкен, қайынбекелер, қайнаталар тұрған білмей тұрған шығар енді. Ал енді қымбатты ханымдар мен мырзалар, қымбатты меймандар, сонша жерден мың жарым шақырымды артқа тастап бүгінгі тойымызға келіп отырған біздің мәртебесі құтты қонақтарымыз, жаңа құдаларымыз, келген қадамдарымызға гүл бітсіндер. Бір қол ұрсақ нұр үстіне қымбатты ағайын. Жасасын жаңа құдалар, қошеметке қояйық. Арыстанбек